Сәлеметсіздер бе, менің арнамның қонақтары. Бүгін сіздермен біз мына шелпекті, бауырсақты, бәлішті түрлендіріп жасау мақсатында тағы бір қамырдың жолымен жасауды ұсынбақпын. Ол қамырға картоптың езбесі, пюре дейді ғой, сол қосылып жасалады. Осы пюремен жасалған қамырдан мынау шелпек қалай болады екен, мындай бәліштер қандай болады екен, соны бүгін сізбен біз болып көрейік. Бұл құрамында картобы бар ерекше қамырды дайындау үшін бізге керекті заттар. Мына 2-3 картоп, ол жаңа суымен тұр. Қазір майдалап қамырға қосып жібереміз. Содан кейін 2 жұмыртқа аламыз да кішкентай сүт алуымыз керек еді. Сүттің орнына мен қаймақ қосып жібердім, бір 50 грамдай. Себебі сүтім болмай қалды табын астында. Енді бізге оған мына қамырымыз ашып тұр, апарамыз. Оған кішкентай тұз, қант, су қосып, ащытқы қосып көтерілдіріп қойдық. Енді бұған жаңа әзірге 2 стакан ұн алуымыз керек. Қанша ұн алатынын көреміз. Енді қазір біз мынаны картопты майдалап, мынаны әдемілеп араластырып, екеуін бір-біріне апарамен қосу керек. Міне жұмыртқамен қаймақты араластырдық. Оған мына картоптың майдасын қосып жатырмыз. Майдаланған картопты. Енді осыған апарамыз, қосып жібереміз. Енді осыны араластырып, осыған енді қамыр илеуіміз керек. Одан шелпекте, бауырсақта, бәліште жасауға болады. Міне қазір қанша ұн алатынын көреміз. Міне әдемі жұмсақ қамыр пайда болды. Қазір оны табақпен жауып қойып, 1 сағаттай көтерілгенін күтеміз. Сонан кейін бәліш пісіреміз ба, бауырсақ пісіреміз ба, көреміз. Міне 1 сағаттай уақыт өтті. Сондай әдемі жұмсақ қамыр болған, қараңыз. Қолға жабысқақ, сондай әдемі көтерілген. Енді қазір бұл жерден шелпекте жасап көреміз. Бұл жерден мына ішіне сүзбе салып, бәліште жасап көреміз. Сосын ішіне капуста 40 қабат қосып, бәліш жасап көрсеңіз де болады. Кез келген бәлішке сондай тамаша болатын қамыр пайда болды. Қазір жасап көрейік. Міне жаңғақтан сәл үлкендеу қылып тампақ-тампақ қылып аласызды. Сосын мына 7 шелпек жасап көрейік дедік, оны бөлек қойдық. Мына қалғандарына арасына сүзбе салып, әдемі майда бәліштер болады. Қараңыз. Жайып боласыз. Құрамына май қосылмағаннан кейін бұл өте жабысқақ болады, байқамасаңыз. Онымен жасап көресіз. Міне сүзбеге қант салып, кішкентай қант салдық. Енді міне осыны домалақтап, әдемілеп бұл бәліш болады. Міне мынандай домалақ бәліш болады. Екіншісін жасап көрсетейін. Қазір бұл майға қуырылады. Сосын бұл айта кетілігі, бұл жерде 4 стакан ұн алды. Соны біліңіздер. Енді қазір бұл әдемі картоптың, езілген картоп қосылған қамыр. Бұл жай қамыр емес. Бұны 1-2 рет жасап көрген, бұл өте әдемі болуға тиіс. Міне осылай жасай беріңіздер. Міне әдемілеп қуырып жатырмыз. Кішкентай бәлішімізді. Пончики дейді ғой, әдемі. Ішінде сүзбесі бар, картобы бар, езілген картоп қосылған қамырдан жасалып жатыр. Мына шелпегімізді пісіріп жатырмыз. Көріңіз. Әдемілеп дайын болғандары да бар. Қазір көреміз қандай болып шығатынын. Бұл жай қамыр емес, керемет қамыр. Қоспасы бар құрамында. Міне өстіп пісіре беріңіздер, өстіп ала беріңіздер бәрін. Қайда кеттің? Міне өстіп пісіре бер. Міне қараңыз, 7 шелпегімізде жұмсақ, сондай тамаша, қараңыз, бөлініп жатыр. Мынау бәлішімізде ішінде сүзбесі бар, қандай жұмсақ әдемі болған.
үстіне қант ұнтағын сеуіп қойдық. Міне картоптың езбесі қосылған қамырдан жасалған бәлішіміз бен шелпегіміз. Соны мен сіздерге көрсетейін дедім. Жасап көріңіздер. Бұрын жасамаған болсаңыз, осы әдіспен жасап көріңіз. Ұнап қалады сіздерге. Ол бауырсақты, шелпекті түрлендіріп жасау мақсатында жасалып жатыр. Сондықтан жасап көріңіз. Ұнаса лайк басыңыз, астарыңыз дәмді болсын.